Маңғыстау облысында өтетін көрмеге ақтөбелік зергер күмістен соғылған әйелдердің әшекей бұйымдарын апармақ. Білезік, сырға, шолпы мен алқа. Болат Атыраубаевтың қолынан шыққан бұйымдар Біріккен Араб Әмірліктері мен Европаның музейлерінде тұр. Қазақтың ұлттық бұйымдарына әсіресе шейхтар жоғары баға берген. Арабтар арнайы тоқтап, қарап, ұстап көруге бола ма деп қызығушылық білдірген. Қалай жасалған деп, жаңағыдай үлкен, құдағи өзі бір жұдырық размерін алады, өңір жектіктен кіндікке дейін келеді, салмақ бар, таққан кезде ауыр болмай ма деп, жаңағыдай қызық сұрақтар қойып, қызығушылық білдіріп жатыр. Күміс екен, арасына алтынмен шайылған дүниелер бар. Соның өз алдында қызық не болған. Барлығы тоқтап, Қазақстанның экспозициясына тоқтап, қарап, ұстап көруге бола ма, тағып көруге бола ма деп, суретке түсіруге бола ма деп, жаңағыдай қызығушылық білдірген. Ежелден сұлулықтың нышаны болған ұлттық әшекейлерге қазірде сұраныс жоғары. Біреулер тапсырыспен жасатса, кейін нәзік жандылар көне бұйымдарын реставрацияға келуде. Мәселен, 65 жастағы Қамқа Ысқақ қызы әжесінен қалған қарсы ілгекті жөндеуге тапсырыпты. 2 ғасырлық тарихы бар бұйымды зергер қалпына келтірген. Таза күмістен жасалған қапсырманы зейнеткер немересіне сыйламақ. Бұны менің әкемнің әкесі менің анама келін болып түскенде сыйлаған екен. Ол кісі сондай дүкен ұстаған, осындай күмістермен немен айналысатын адам болған. Және білезігі де бар осының. Енді мен өзі ең соңғы қызбын, содан кейін анам мына жаңа қарсы ілгекті маған қалдырып кетті. Ол кісі қазір жоқ, бірақ мен мына Болатқа келіп, тазарттырып, осыны қалпына келтіртіп тағам деп отырмын. Енді менен кейін өзімнің немерем бар, қыз. Шешемнің атын қойып едім, Зияда деген. Соған мен тапсырып кетуім керек. Зергердің қолынан шыққан бұйымдардың дені механикалық әдіспен шығарылған, шеберханада тапсырыспен алынған арнайы құрылғылары тұр. Болат Атыраубаевтың әзір дербес шеберханасы жоқ. Ол Нұрғасыр мешіті ғимаратының аядай бөлмесін жалға алып отыр. Тың туындыларын көлемі 5 шаршы метрді құрайтын жерде жасауда. Жанар Датқызы, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.